жаңа біз айтып қалдың Алланың қалауымен деп. Біз бәрін дұрыс қой. Ислам бәрі Алланың қалауымен ғой дінімізде. Бірақ Міржақып Дулатов па шатаспасам келеді өлең шумақтарында айтады ғой енді қысқаша келгенде былай түсініктемесі. Алланың қалауы болды, тағдырдың жазғаны болды, ақбақтық мен соқырлық дейді. Бір мысалы бір затты соған ысырып тастай беріп өзіне жүкті алмау дейді. Сен нені өзің қаласаң, Алла соны болмақ дейді. Соны істеуге болмақ дейді. Соны істеп береді саған дейді. Әр біз болып жатқан жақсы жамандығымыз саған жамандық келген Аллах тағала тарапынан, бірақ сен істеген өз қолдарынан деп келеді Құранда. Саған келген бәле келіп жатса, Құран кәрім келеді. Сен келген қолына келген бәле сен істеген істерінен дейді. Сен соған себепкер болдың да. Соны істеген себептен Алла саған соны берді, жазды, тағдыр қылып. Бізде андай мысалы ішіп қойса немесе ажырасып кетсе мысалы оңай да айта салып не болды? Жараспай қалды, Аллахтың қалауы дейміз. Өте оңай да бір ақымақтық пен соқырлық дейді да. Алланың жазғаны болды дейміз да. Өзімізден жүкті